Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте дәмді әрі өте тойымды болып шығатын восточный пирогының дайындалу жолын көрсетемін. Дайындалу өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге керекті азық-түліктер ол ұн, сары май бөлме температурасында, қопсытқыш, қант, бір жұмыртқа, қоюлатылған сүт, яғни сгущенка, кептірілген жемістер және грек жаңғағы керек болады. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы, яғни жұмсақ сары майды салып, осылай шанышқымен езіп аламыз. Осы видеоның толық жазбаша рецептісін описаниеде қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Осылай езіп алғаннан кейін үстіне қантты саламыз да қант пен сары майымызды біріктіретін боламыз. Енді майлы массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізулеріңіз қажет. Және оның үстіне қопсытқышты салып, май мен ұнды біріктіріп, яғни крошка үгітіп, крошка жасап алатын боламыз. Яғни үгітеміз екеуін бірге. Енді оның үстінен бір жұмыртқаны салып, қамырдың, яғни басын біріктіріп, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Яғни бір жұмыртқаны салғаннан кейін біздің осы үгітілген крошкамыз бірігіп қамыр болып шығады. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болды. Енді бұл қамырымызды 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Восточный пирогын мен осындай формада пісіретін боламын. Диаметрі 26. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша үйде қандай форма бар, сонымен пісірсеңіздер болады. Енді осылай қамырымызды аламыз да оқтаудың көмегімен қалыңдығын 1-1,5 сантиметр етіп жаздырып аламыз. Енді жаздырып алған қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен форманың үстіне жайып шығамыз да шеттерін тегістеп, артық қамырларды алып тастап, бір тегістетіп дайындап аламыз. Қамырдың үстін шанышқымен, яғни вилкамен осылай тесіп шығамыз. Бұл бізде артық ауаларды шығарады. Дайын қамырдың үстінен кептірілген жемістерді, яғни грек жаңғағын саламыз. Кептірілген жемістерді алдын ала жуып, құрғатып, жақсылап тазалап аламыз және жаңғақты ұсақтап тураймыз. Енді оның үстінен қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы құямыз. Мұнда сгущенка бізде Рогачев немесе Три желания фирмасынікі болған жақсы, сапалы болса, біздің пирогымыз, яғни восточный пирогымыз өте дәмді болып шығады. Енді восточный пирогын 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің восточный пирогымыз пісіп шықты. Енді осылай решетканың үстінде толықтай суытып аламыз. Міне біздің восточный пирогымыз дайын. Осылай әп-әдемі, дәмі өте керемет болып шығады. Іштері жұп-жұмсақ, қорждары піскен және иісі өте керемет болып шығып жатыр. Шаймен ішкенге өте дәмді пирог. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар және колокольчикті басып,
менің рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.